Barşаңызға сәлем. Бүгін ұйғыр ұлтының тағамы хошан дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Керек заттар: жарты кило фарш, 3 бас пияз, 1 бас картошка, сұйық май, тұз және бұрыш татымына қарай. Жылы сумен қатты қылып ашыған қамыр елейміз. Bir келкі майда қамыр болғанша қамырымызды елейміз. Қамырымызды пищевой салфетмен жауып, жылы жерге қоямыз. 1 сағатқа. Қамырымыз ашығанша салмасын ашып, тулап дайындаймыз. Болған соң, татымына қарай тұз, бұрыш саламыз, өсімдік майын құямыз. Ашыған қамырымызды 2 бөлікке бөліп, тындырамыз. Bir bölігінен домалақ қамыр жайып, түйеміз. Қамырымызды қолымызға алып, салмасын толтырып, өреміз. Қамырымыздың 2 шетін бір-біріне жақсылап жабыстырып, өріп шығамыз. Егер уақытыңыз тығыз болса, екінші бөлігінде дәл осылай жайып алып, 4 бөлшті қылып кесіп, оны да тура дәл видеодағыдай түйуге болады. Орташа отта қызып тұрған майға салып, сарғыш түс болғанша аударып отырып қуырып аламыз. Қуырылған қошанымызды мантабакеге салып, 45 минут булаймыз. Пісіргенде сыртындағы майның бәрі бумен ағып, сырты майлы болмайды. Пайдалы, нәрлі, тоқ тағам болады. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Тағам ұнаса, міндетті түрде жасап көріңіз. Каналыма тіркеліп, каналымның өсуіне өз үлесіңізді қосыңыз. Сау болыңыз.